Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кеңінен тарап, қажетті жерлер жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатуаның қабырғаларына тисін. Қазақстанда әйелдердің жалақысы ерлердікіне қарағанда 34%-ға аз. 2022 жылы ерлер орта есеппен 355,3 мың теңге, әйелдер 265,8 мың теңге алған. Аймақтардағы ерлердің орташа жалақысы: Атырау 631,8 мың теңге, Маңғыстау 590,6 мың теңге, Ұлытау 489,1 мың теңге облысы. Бұл аймақтарда ер мен әйел арасындағы жалақысы бойынша өте үлкен айырмашылық байқалды. Маңғыстау облысында ерлердің айлығы әйелдердің жалақысынан 2 есе, Атырауда 85,9%-ға, Ұлытауда 68%-ға артық деді сарапшылар. Жетісу облысы әйелдердің айлығы ерлердікінен көп жалғыз өңір. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер біздің видеоролик ұнаса, подписаться және бір лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.